Жігіттер. Сәлеметсіздер ме, Zoom-ға қатысушылар? Естіліп тұр ма? Сәлеметсіз бе, естіліп тұр. Жақсы, онда эфирімізді бастайық. Кеш жарық барлықтарыңызға көп рахмет. Келіп, қосылып жатқандарыңызға. Бүгінгі біздің Zoom-ымыздың тақырыбы балалардың құқықтары, ата-ана не білу керек. Және біз Zoom барысында балалардың негізгі құқықтары, ата-ананың міндеттері мен жауапкершілігі, заң аясында маңызды мәселелерді қозғаймыз. Бұл Zoom эфир Ата-аналар академиясы жобасы аясында іске асып жатыр. Және де біздің спикеріміз Лига справедливости палатасының заң кеңесшісі Шакаримова Жұлдызай Қанатқызы. Жұлдызай Қанатқызы, бізге қояр сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтарға жауап берсеңіз, және де уақыт қалып жатса, Zoom-ға қатысушылардың жауаптарына да жауап беруге болады. Жақсы, дайынмын жауап беруге. Жақсы, бүгінгі бірінші сұраққа осындай бізге сұрақ болып тұр. Ол Қазақстанда бала неше жастан бастап өз әрекеттері үшін жауапкершіліге тартылады? Жауап бере берсем болады, иә? Иә, әрине. Қазақстан заңнамасында жауапкершіліктің бірнеше түрі бар, яғни ол әкімшілік, қылмыстық және де азаматтық. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, қылмыстық кодекстің 15-ші бабына сәйкес жауапкершілікке жататын адамдардың тізілімі бар, яғни ол қылмыстық жауапкершілік 16 жастан басталады. Кейбір аса ауыр қылмыстар бойынша, мысалы, адам өлтіру, тонау, зорлық-зомбылық, сексуалдық сипаттағы әрекеттерге адамды үгіттеу, жасау, немесе есірткіге байланысты кейбір қылмыстар бойынша 14 жастан бастап жауапкершілік көзделген. Сондықтан, яғни әкімшілік жауапкершілік бойынша да 16 жастан бастап жауапкершілік көзделген. Ал бірақ 16 жасқа дейінгі балаларға кейбір қылмыс жасаған әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін ата-анасы жауапкершілікте болады. Соған жауапкершілік жүктелуі мүмкін. Ал азаматтық құқық бұзушылықтар, құқықтық жауапкершіліктер бойынша кәмелетке толмаған баланың келтірген зияны үшін белгілі бір жағдайда ата-ана жауап береді. Сондықтан бала ой деген түсінік ол әрдайым қорған бола бермейді балаға. Кез келген арақатынаста өзінің жауапкершілік түрлері бар, осылай вот. Қылмыстық, әкімшілік, азаматтық, құқықтық. Жақсы, рахмет. Келесі сұрағымыз ол ата-аналар қандай жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартылады? Ата-аналар Қазақстанда ата-ананың басты міндеті, яғни ол бала тәрбиелеу, оқыту және де қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Егер де ата-ана өзінің бойына жүктелген міндеттерді, яғни ол бала тәрбиесіне немқұрайлы қараса, баланы қараусыз қалдырса, оның құқық бұзушылық жасауына жол берсе, баланың мектепке баруын қамтамасыз етпесе, баланың кәмелетке толмаған, яғни баланың түнгі уақытта заңсыз жүруіне жол берсе, онда ол ата-анаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша жауапкершілік тартылуы мүмкін. Мысалға айта кететін болсақ, түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе көшеде заңды өкілінсіз жүрген кәмелетке толмаған балалардың ата-анасына айыппұл қарастырылған. Түсінікті. Келесі сұрағымыз ол қандай жағдайда қорғаншылық органдары отбасы ісіне араласа алады? Яғни қорғаншылық, қамқоршылық органдары баланың құқығы мен қауіпсіздігіне қауіп төнген жағдайда ғана араласады. Мысалға айта кететін болсақ, балаға қатыгездік көрсетілсе, үйде тұрақты түрде зорлық-зомбылық, жанжал болатын болса, ата-анасы алкогольге немесе есірткіге тәуелді болса, бала қараусыз қалса, тамақ, киім, медициналық көмек көрсетілмесе ол балаға,
баланың өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төнген жағдайда осы қорғаншылық және де қамқоршылық органдар араласа алады. Бұндай жағдайда олар өз тарапынан тексеру жүргізе алады, сол отбасыға келіп ескерту жасайды. Екінші рет қайталанатын болса, ескерту жасайды. Ал сосын әлеуметтік қызметкерді тартып тексерулерді жүзеге асыра алады. Ал кейбір жағдайларда ата-аналық құқықты шектеу немесе айыру туралы өздерінің арызымен сотқа жүгіне алады. Жағдай асқынып кеткен жағдайда. Түсінікті, жақсы, рахмет. Келесі сұраққа келсек, ол мектепте немесе балабақшада бала жарақат алса, кім жауап береді? Егер бала оқу немесе тәрбие мекемесінде болған кезде жарақат алатын болса, ең алдымен әрине ол мекеменің жауапкершілігі болып табылады. Өйткені заң бойынша бала сол мекемеде оқып жатқан кезінде олар сол баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, бақылау жасауға, служба безопасности деген болады мектепте. Вот солар сияқты қауіпсіздік қызметі оларды бақылау жасап жүруге, санитарлық және де техникалық талаптарды сақтауға міндетті. Ал әрине, егер де сол осы жағдайлардың бәрі сақталмай, осы жағдайлардың бәрі ешқайсысы сақталмай жарақат алған жағдайда ол бала мысалы мұғалім қарауынсыз қалдыруының себебінен жарақат алса, қауіпсіздік осы ережелер сақталмауынан жарақат алса, мекеме аумағында қауіпті жағдайдан болса, осы жарақат алу мүмкін. Ал осындай жағдайларда ата-аналар материалдық шығынды өндіруге құқылы мектептен немесе тәрбие мекемесінен, және де моральдық зиян келтірілген жағдайда оны да өндіріп алуға құқылы. Әрбір жағдайда оқиғаның мән-жайы жеке зерттеледі ғой әрине. Сол болған жайтқа байланысты. Жақсы, рахмет. Келесі сұраққа келсек, ол заң бойынша баланы үйде жалғыз қалдыруға болады ма? Және яғни біздің мемлекетімізде, Қазақстанда осы баланы осынша жастан бастап жалғыз өзін үйге қалдыруға болады деген нақты норма жоқ. Яғни соған сүйенетін болсақ, әр ата-ана өзінің баласы үшін, баласының қауіпсіздігі үшін толыққанды жауап береді. Егер де ол бала, кішкентай бала ұзақ уақыт қараусыз қалдырылса, бұл оның өмірі мен денсаулығына қауіп төндірсе, төтенше жағдайлар орын алған жағдайда, онда әрине ата-ана жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Яғни біздің практикамызда баланың жасы, психологиялық жағдайы, ұзақ уақыт үйде отырғандығы немесе қауіп деңгейі ескеріледі. Жақсы, рахмет. Келесі сұраққа келсек, ол ата-аналық міндеттерді тиісінше орындамау деген не? Тиісінше орындамау деген, яғни бұл ата-ананың өз міндеттеріне салғырт қарауы. Мысалы, баланы тәрбиелемеу, мектепке жібермеу, медициналық көмек көрсетпеу, тамақпен, киіммен қамтамасыз етпеу, зорлық-зомбылық көрсету өздерінің тарапынан, баланың құқықтарын бұзу, жаңа да айтып кеттік қой, неше түрлі отбасылар бар, зорлық-зомбылық көрсететін әке-шешесі, араққа, есірткіге тәуелді отбасылар болуы мүмкін. Сол жағдайда ата-аналар өздерінің міндеттерін тиісінше орындамайды. Заң бойынша әрине бұл кезде ата-аналық құқық тек құқық емес, ол үлкен жауапкершілік болып табылады бала өмірі үшін. Егер де осындай жағдайлар жүйелі түрде орын ала беретін болса, мемлекет тарапынан әкімшілік жаза, ата-аналық құқықты шектеу немесе айыру мәселелері көтерілуі мүмкін. Келесі сұраққа келсек, ол мектеп ата-аналардан міндетті түрде ақша талап ете алады ма? Жоқ, әрине, біздің Қазақстанда, мемлекетімізде, мемлекетте білім беру ол тегін болып табылады, яғни орта білім алу ол Конституциямен бекітілген. Мектептер, яғни бізде қор жинауға, жөндеу жұмыстарына ақша сұрауға ата-аналардан, сыйлыққа деп ақша сұрау, яғни осы сыныптың ішіндегі перде, жиһаз, техникаларды алуға ата-аналарды мәжбүрлей алмайды. Яғни да кез келген қаржылық көмек жасағысы келген ата-ана ол әрине ерікті түрде болады. Егер де мектептің тарапынан, оқушылардың сынып жетекшілерінің тарапынан ата-аналарға қысым көрсетілген жағдайда, ол ата-ана барып мектеп әкімшілігіне, білім бөлімшесіне, яғни осы директорға барып, немесе прокуратураға барып шағымдануға болады.
Осы мәселе бізде қазіргі қоғамда өте өзекті болып жатыр. Иә, сыйлық бізде беру деген сондай бізде қалыптасқан ғой. Жақсы, рахмет. Келесі сұраққа келсек, ол егер ата-ананың бірі баламен қарым-қатынасқа кедергі келтірсе, не істеу керек? Біздің Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша неке және отбасы құқығы осы жаңағыдай гражданское право дегендей бар, және де ол жақта кез келген екі ата-ананың да екеуі де баламен араласуға теңдей құқылы. Егер де ажырасып кеткен күннің өзінде бір ата-ана екіншісіне баланы көрсетпесе, телефонмен сөйлесуге кедергі жасайтын болса, кездесуге рұқсат бермейтін болса, онда бұл мәселені әрине сот арқылы шешеміз, қорғаншылық органдар арқылы, немесе медиация арқылы екі ата-ана бір-бірімен келісімге келу арқылы шешуге болады. Яғни бұл жағдайда медиацияда да және де сотта да кездесу кестесін, уақытын, демалыс күндерінде бір ата-анада болады, немесе екінші ата-анада болады, мереке күндерінде қандай уақыттарда болатынын келісім арқылы шешуге болады. Ал сот шешімін орындамай, баланы екінші ата-анаға көрсетпей, кедергі жасай беретін болса, бұл үшін заңда жауапкершілік көзделген. Сот шешімін орындамау туралы. Бұл сұрақты толықтасам болады ма? Бізде көбісі қазір енді ажырасып жатқан семьялар өте көп. Сол себепті жаңағы аналар балаларын өздері асырап жатады. Кейбір кезде әкелері жаңағы назарын алимент төлемейді, сөйтіп балаға тәрбиесін бермей солай қалыптасқан. Бірақ сол кезде біз жаңағы айтып жатырмыз ғой, кездесуге жаңағы кедергі деп. Ал бұл кезде балаға қарамай, ешқандай тәрбиелік өзінің заң бойынша жаңағы міндеттерін атқармаса, сол кезде бар ма бір заңдылық қарастырылған ба ондай сұрақтар? Яғни бізде заң бойынша, егер де ата-ана мысалы екі адам ажырасқаннан кезде алимент өндіре алады екінші тараптан. Мысалы бала мамасымен қалып, әкесінен алимент өндіре алады. Ал егер де алиментті өндірмей, ал егер де сол алиментті орындамай, ақшасын төлемей жүрген жағдайда, неисполнение сот актісін орындамау туралы жауапкершілік көзделген. Бір рет орындамай, екі рет орындамаса, ары қарай қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Екінші ата-ана, екінші тарап. Жақсы. Жұлдызай Қанатқызы, сізге көп рахмет. Барлық сұрақтарымызға жауап бердіңіз. Енді біздің жаңағы ата-аналар академиясы туралы айтып кетсек, бұл республикалық үлкен жоба. Бұл жоба барысында үлкен дегенде енді ата-ана KZ порталы ашылып, сол жерде кері байланыс бар. Сол жерде біздің заңгерлеріміз, қауіпсіздік мамандарымыз, жаңағы психологтар бар. Сол порталға кіріп, кері байланысқа сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Және де қазір біздің уақытымыз бар екен. Жаңа қатысушылардың сұрақтары болып жатса, видеоға қосылып, жаңағы микрофонды қосып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сәлеметсіз, мен қойсам бола ма? Иә. Мен подростықтардың мамасымын да, 7-8 класста мен подростық қыздарым оқиды. Сондықтан мынандай ситуация болды. Ата-аналар чатына балалардың бір-бірімен сөйлескен перепискасын салып жібереді да. Ол жақта бір-бірімен прямо свободный лексикада сөйлейді енді. Боқтау да бар, басқасы да бар. Соның ішінен қыздардың боқтаған сөздерін скриндап, ата-аналар, ұлдардың мамасы айтады, мынау болмайды. Қыздарың дұрыстап тәрбиелеріңдер. Қыздарың неге боқтау сөз жазады? Ұлдар боқтай берсін, неге қыздар боқтайды деп айтады да. Бірақ бұл чатты басынан бастап ашса, ұлдар бастайды негізі. Бүкіл сөздер ұлдардан шығады. Өйткені қыздардың көбісінің үйінде боқтамайды. Әкелер боқтаса да сыртта оны қыздардың көзінше жасамайды ондайчы. И солай буллинг жасап, бөліп, сондай бар да. Көп байқадым негіз, бір емес 2 класста қайталанды сол бір ситуация осы бір жылдың ішінде.
И ұлдардың мамасы уверены, что ұлдарға все можно, қыздарға, соны ұлдардың боқтауын естіп тұрса да, үндемей аузын жауып қалу керек екен да. Енді соны айтқым келеді, что заң бірге ортақ. Мен ол жерде қыздар боқтасын деп жатқан жоқпын. Қыздар жауап қайтарды. Қандай тонда естіді, какой привет, такой ответ берілді да. Соны адекватно қабылдап, дұрыстап түсінсе, ата-аналарға разъяснение жасалса, ол жерде жаңағы мамалар прям уверенно, глубоко уверенно болып тұр, что қыздарға болмайды ни в коем случае. Хоть қыздарды боқтап, қыздар ответ жасаса да болмайды деп тұр да. Соны, пожалуйста, андай назарға алыңыздаршы, өйткені прям актуальный проблема сол. Жақсы. Бұл жерде қыздарға дискриминация кәдімгі по половому признаку. Жұлдызай, сіздің қосарыңыз бар ма бұндай жағдайда не істесе болады заң бойынша? Әлде бұны мектеппен шешу керек па, психологтармен шешу керек па? Яғни бұл жағдайда мектептің кешіріңіз, яғни бұл жағдайда мектеп ішінде өздерінде психолог болады. Яғни чатта сөйлескен нәрсені олай барлықтардың алдына на всеобщее алып шығуға болмайды. Кім жазды, сол ата-анамен өзімен жекеде сөйлесіп шешу керек. Және де бұл жерде әрине ұл да қыз да боқтамау керек. Ал егер де боқтаған жағдайда, әрине бұл жағдайда барлығы тең. Қазақстан Республикасында бізде половой признак бойынша бөліну деген жоқ. Ұл мен қыз бәріміз тең болып саналамыз. Мектеп әкімшілігімен немесе сынып жетекшісімен шешілу керек бұл жағдай. Жақсы, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Қатысушылар, ата-аналар, ұстаздар. Және де айта кететін бір жайт, ол YouTube каналда да біздің Академия родителей деген подкастымыз бар. Сол подкастты ашып қарасаңыздар, сол жерде көптеген подкасттар жазылған мамандармен, психологтармен. Көп рахмет назарларыңызға. Онда біз аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болмаса, осымен біз Zoom эфирімізді аяқтаймыз.